Бұл газотурбиналық электростанцияның мақсаты мен идеясы Қаламқас кен орындарындағы нысандарының үздіксіз және сенімді электр энергиямен қамтылуы табылады. 2006 жылы құрылысы басталып, 2014 жылдың аяғында аяқталған болатын. Экономиясын өте жақсы болып жатыр деп есептейміз. 2014-те іске қосылғаннан бастап 2017-2018 жылдары өз-өзін ақтаған болатын. Газотурбиналық электростанцияның 2 турбинасы бар. Әр турбинасы 45 мегаватт қуатты құрайды, номиналдық түрде мөлшерде. Оның біреуі жұмыс атқарып тұрады да, екіншісі резервте тұрады. Қазіргі таңда бұның пайдаланатын газы келіп тұрған турбинаны жұмыс жасату үшін сағатына 13200 куб газ керек. Содан шығатын электрқұраты 45 мегаватты құрайды. 330 мың кубтай газ кетеді тәулігіне. Бұның бәрі Қаламқас кен орнымызды толықтай қамтамасыз етуге мүмкіншілігін жасап тұр. Бұның пайдасы өте көп, өте зор. Біздің мекемемізге әкеліп жатқан, неге десеңіз, шығып тұрған газымызда өзіміздің шикі затымыз, пайдаланып жатқан электроэнергиямызды өзіміздікі деп есептейміз. Бұл газотурбиналық электростанциямыз біздің мақтанышымыз болып табылады.